Себебі сталиндік репрессиялардың кесірінен әділетсіз сотталған адамдармен қатар шынайы қылмыскерлер де бостандыққа шығады. Жылдар бойы қамалған қапасынан құтылып, еркіндікке масайраған қылмыскерлер әбден есіріп білген істейді. Тонау, зорлау, қорлау, керек болса өлтіру бәрін де істейді. Қарапайым халыққа жай көшеге шығудың өзі үлкен сынаққа айналады. Сондықтан босатылғандардың бір бөлігі үйсіз, күйсіз, жұмыссыз болғандықтан еркіндіктегі жаңа өмірге бейімделе алмай, үйренген қылмыстық кәсібіне оралып, көп замай қайтадан түрмеге отырады. Дегенмен, амнистия алғандардың басым көпшілігі әйтеуір үйтіп жаңа өмірге, жаңа қоғамға сіңісіп кетеді. Алайда олар сол қоғамға жай келмей, түрмеде көріп бойына сіңірген блатной мәдениетінде өзімен бірге алып келеді. Осылайша, сол кезден бастап блатные понятия, яғни абақтылық түсініктер, дворовые понятия, яғни көшелік түсініктерге айналып, әлемнің ең үлкен мемлекетінің қалаларында әбден сіңіп, әлі күнге дейін әртүрлі деңгейде ұстанылып келеді.